ішкі істер министрлігі қызметкерлерінің балалары үшін дәстүрлі жаңа жылдық ертеңгілік өткізіліп жатыр. Ертеңгілікке ішкі істер министрлігінен 500 баладан астам қатысып жатыр. Оның ішінде 300-ден астамы көп балалы және толық емес отбасылардан. Ертеңгілікте біз балаларға күлше қыз ертегісін дайындап қойдық. Балалар Аяз ата мен Ақшақарға өздерінің өнерлерін көрсетіп, сыйлық алады. Жаңа жыл төгілсін, жаңа нұр сыйлығын сүйретіп, келді міне жаңа жыл. Жаңа жылда сыйлықтар болады, кәмпиттер болады. Маған сыйлықтарды Аяз ата береді. Жаңа жыл. Засысыса жанымда балы бейіп зұм. Жүзімізді күлкі ойнап, қанаттанды жанымыз. Жаңа жылды біз тойлап, шаттанамыз барамыз. Мен жыл сайын анамның туғанынан жұмыстағы мерекелерді күтемін. Бүгін бізде жыл мерекені ұйымдастырды. Біз бүгін спектакль қарадық және ойын ойнадық.